Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Сабақты қызықты әрі оңай қылып өткізу үшін мына өлең жолдан менімен бірге қайталап, сабақ соңына дейін есімізде сақтап, жадымызға түйейік. Жарық болса күніміз, жарқын шығар үніміз, елін сүйер ер жетер, біз болашақ гүліміз. Жақсы, осындай көңіл күймен сабағымызды жалғастырамыз. Алдыңғы білімді еске түсіру үшін әріптер сыры атты тәсіл көмегіне жүгінейік. Сендерге қайталау сөзі беріледі. Сендер бұл сөздің әріптерінен алдыңғы тақырыптардағы терминдерді табасыңдар. Мысалы, Қ, қара және ақ түстер, А, ақ жарық және тағы басқа. Звук, распространяющийся в воздухе, очень хорошо отражается от твердых поверхностей. Благодаря этому существует такое явление, как эхо, наиболее заметное в горах. Громкий звук, не встречая по пути препятствий, отражается от дальних гор и возвращается к человеку через несколько секунд в зависимости от расстояния до них. По этой же причине звук хорошо передается по металлическим трубам, отражаясь от их стенок и оставаясь достаточно громким на больших расстояниях. Именно такие трубы использовались в качестве переговорных устройств на старых кораблях. Полный вперед! Есть полный вперед! Бейнебаян не жайлы болды? Дыбыстың таралуы неге байланысты екен? Дыбыстың шағылуы дегенді қалай түсіндіңдер? Дыбыстарды өте жақсы тасымалдайтын қандай заттар екен? Осы соңғы сұрақты іс жүзінде тексеріп көрейік. Зертханалық жұмыс, қажетті заттар: шыны ыдыс, темір ыдыс, ағаш ыдыс және смартфон. Өту барысы: смартфонда өлең қосып, әр ыдысқа салып шығамыз. Әр ыдысқа салғанда дыбыстың шығуына мән беріңдер. Қайсы ыдыста дыбыс қатты әрі жаңғырып шықты? Не себепті деп ойлайсыңдар? Иә, енді осы зертханалық жұмыстан түйін шығарайық. Жарайсыңдар балалар. Зертханалық жұмыстан түйгендеріңізді өздік жұмысы арқылы бекітейік. Бірінші тапсырма: дыбыс қатты шығуы мүмкін деген суретті белгіле, ойыңды дәлелде. Жақсы оқушылар, осы ақпараттарды естеріңде сақтаңдар. Бүгінгі тақырыбымызға қажет болады. Тақырып: дыбыстың шағылуы деген не? Бөлім атау табиғат физикасы деп аталады. Бұл тақырып, яғни дыбыс бізді қоршаған табиғаттың бір бөлігі. Сол себепті де табиғат физикасына кіреді. Бүгін үйренетіндерің дыбыстың таралу бағытын өзгертетінін білу. Дыбыс шағылуының не екенін түсіну. Балалар, енді мына құрылғыға қараңдаршы. Бұл не? Бұны неге қолданады? Оның көмегімен нені анықтайды, нені зерттеуге болады? Иә, бұл құрылғының аты камертон деп аталады. Бұл құрылғыдан музыкалық дыбыс алуға болады. Осы құрылғы сияқты музыкалық дыбыс шығаратын тағы қандай заттарды білесіңдер? Осы сұрақтың жауабын жұбыңмен талқылап, тапсырманы орында. Жұптық жұмыс, екінші тапсырма: музыкалық аспаптар, аспаптарды салыстыр. Олардың көлеміне қарай дыбыстың шығуы өзгереді ме? Анықта. Аспаптардың дыбысы қалай күшейеді? Сұрағына жауап беріп, жауабыңды жұбыңмен талқыла. Ойларыңмен келісемін балалар. Дыбыс толқыны да жарық сәулесі секілді шағылады. Дыбыс алдына тұрған кедергіден шағылып, кері қайтады. Оқушылар өте жақсы жұмыстар атқарып жатырсыңдар. Шаршаған боларсыңдар.
Келіңдер, бір сергіту сәтін істеп жіберейік. Оқушылар, ал шағылған дыбысты қалай естуге болатынын білесіңдер ме? Осы сұрақтың жауабын тағы да бір зертханалық жұмыс жүргізу арқылы шешіп көрейік. Бізге қажетті заттар сағат, қорапша, тәрелке. Бірінші, сағатты белгілі уақытқа қойып алып, шырылдатамыз. Шырылдағандағы дыбысына жақсылап мән береміз. Екіншіде, тағы да сағатты белгілі уақытқа қойып, шырылдайын дегенше қорапқа салып, тыңдауға дайын боламыз. Сағат шырылдағанда қораптың шетіне тәрелкені қойып, тыңдаймыз. Сағаттан шыққан дыбыс тәрелкеге шағылу арқылы тыңдаушының құлағына жетеді. Сондағы екі дыбыстың шығуын салыстырыңдар. Қандай ерекшелік байқадыңдар? Енді осыдан түйін шығарамыз. Яғни жазық жерде шығарылған дыбыс бәсең шығып, шағылған дыбыс қатты шығатынына көзіміз жетті. Жарайсыңдар оқушылар. Енді ұжыммен орындалатын тағы да бір сұраққа жауап беріп көрелік. Ұжыммен жұмыс 3-ші тапсырма. Орманда адасып кеткен адамның тұрған орнын даусына қарап анықтау қиын. Неліктен? Сұраққа ойланып жауап береміз. Тапсырмалардың барлығын өте жақсы деңгейде орындадыңдар. Осылайша оқушылар сабақтың соңы қорытынды сәтіне де келдік. Бүгінгі сабағымызға көңіл-күй рефлексиясы арқылы кері байланыс жүргізейік. Үйге тапсырма: дыбыс туралы қызықты мәліметтер ізденіп келу. Сабағымыз аяқталды оқушылар, сау болыңдар.